Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет болып шығатын торттың рецебімен бөлісетін боламын. Бұл торттың ерекшелігі сондай нәзік балмұздақтың дәмін береді, яғни балмұздақ торт деп атасақ та болады. Міндетті түрде жасап, өз отбасыларыңызды қуантуға кеңес беремін. Тортты жасауға кірісеміз. Бізге ол үшін жұмыртқаның ағы мен сарысын екіге бөліп алатын боламыз. Және де жұмыртқаның ағын аппақ боп 2-3 есе көпіргенше осылай араластырып тұрамыз. Ақырындап қантымызды аз-аздан сала отырып меренге жасайтын боламыз. Мінекей бізде ақ меренгамыз дайын болды. Осылай өзінің формасын ұстап тұру қажет. Және де жұмыртқаның сарысын бір-бірлеп қосып ұзақ араластырмаймыз. Бірден осылай араластырып массаны дайындап аламыз. Ұнға крахмалды қосып біркелкі етіп араластырып массаның үстіне 2-3 рет бөліп қосатын боламыз. Және де силиконды лопатаның көмегімен астыдан жоғарыға қарай массаны басып алмай, осылай жақсылап біркелкі қылып араластырамыз. Дайын болған массаны формамызға құйып 170 градуста 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Бисквит піскен кезде оны жақсылап суытып, осылай пищевой пленкаға орап, кемінде 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоюларыңыз қажет. Сол кезде бисквит өз-өзіне келіп, сондай бір жұмсақ, өзінің формасын ұстап тұратындай қалыпқа келеді. Және де осылай 3 бөлікке бөліп аламыз. Ендігі кезекте кремін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның сарысына қант қосамыз және ванильный сахар қосамыз. Біркелкі етіп араластырып аламыз. Және де оның үстінен крахмал қосамыз және ұн қосамыз. Мінекей ұнды қосып алдық. Тағы араластырып, оның үстінен сүт қосатын боламыз. Сүтіміз ыстық болу қажет. Қайнатпаймыз, тек ыстық болу қажет. Азғантай бөлігін осылай қосып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Дағын қалған сүттің үстіне массамызды толықтай құйып жібереміз. Және де газда біз бұны қайнататын боламыз, кремін. Яғни заварной қайнатпалы крем. Осылай тез-тез араластырып тұрамыз. Бізде қоюланып қайнай бастаған сәтте астын жай қойып 1 минуттай араластырып аламыз. Және бізде дайын крем. Үстінен осындай пищевой пленкамен в контакт, яғни бетін тегіздіріп жауып, жақсылап суытып алатын боламыз. Корждардың арасына пропитка жасауға осылай дайындап аламыз. Сгущенный молокомызға су қосып, біркелкі етіп араластырамыз, осыны пропитка жасайтын боламыз. Енді кремге кірісеміз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды жақсылап ағарғанша миксерлеп аламыз. Оның үстіне суыған заварной, яғни қайнатпалы кремімізді қосамыз. Біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Мінекей біркелкі етіп араластырдық. Оның үстіне сгущенный молокомызды қосып және тағы араластырамыз. Мінекей бізде крем дайын, осындай болып шығады. Формасын өзі жақсы ұстап тұрады. Бұл крем ерекшелігі өте дәмді, сондай бір балмұздақтың, балалық шақтың дәмін береді. Енді осы кремді корждардың арасына жағып шығамыз. Міндетті түрде пропитка жасайтын боламыз. Корждың арасына жақсылап тегіздіріп, шет-шеттеріне осылай пропитка жасап, кремімізді жағатын боламыз тегістеп. Корждарымызды жинап болғаннан соң тоңазытқышта 4-5 сағат ұстауға кеңес беремін.
өзіне сондай бір кремді бойына сіңдіріп, өте дәмді жұмсақ болып шығады. Кремдерін міндетті түрде торттың жан жағына, яғни бортиктеріне жағып шығамыз, біркелкі етіп тегістеп, үстінен осылай ертілген шоколадымызды қосатын боламыз. Шоколадты микроволновка немесе водяной баняда ертіп алсаңыздар болады. Міндетті түрде ерткеннен кейін кішкене суытып, сосын барып шығамыз, болмаса кремді ертіп жіберу мүмкін. Үстіне қалағаныңызша өздеріңіз әрлесеңіздер болады. Мен малинамен және жаңғақ бөліктерін салдым. Мінекей бізде торт дайын. Алдағы уақытта менің басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, колокольчиктің все деген бөлімін таңдап қойыңыздар. Мінекей тортымыз сондай дәмді жұмсақ балмұздақтың дәмін береді. Міндетті түрде жасап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар.